Сәлем достар, күннен әрі қарай санағанда үшінші ғаламшар және тіршілігі табылған жалғыз ғана астрономиялық нысан ол жер. Біз бүгін сіздерге жер жайлы сұмдық ақпараттарды айтатын боламыз. Жер орбита бойымен 365 күн ішінде күнді сағатына 1670 шақырыммен айналып шығады. Алайда жер бетінде барлық нәрсе мәңгілік емес. Тіпті жерде. Сонымен егерде жер планетасы өз ойсын айналуын тоқтатса, онда жер бетіндегі барлық нәрсе сағатына 1670 шақырыммен ұшып кетеді. Әрине, жердің бірден тоқтап қалуы ақылға сыймайтын құбылыс. Бірақ жердің өз жылдамдығын шамалап азайтуы әбден мүмкін дүние. Алайда ғалымдардың дәлелдеуі бойынша жердегі тәулік уақыты әр 100 жыл сайын 2 миллисекундқа ұзарады екен. Біздің өмір сүріп жатқан жеріміз 4,5 миллиард жыл бұрын қалыптасқан. Ол басында лава етін. Содан кейін бұлттар мен шаң бірігіп дәл осындай қалыпқа келді. Бұған сену өте қиын. Алайда 59% ғалымдар бұны растап отыр. Біздің өмір сүріп жатқан жеріміз ішкі ядродан және сыртқы ядродан, мантия, сыртқы мантия және жер қыртысы мен литосферадан тұрады. Күн жүйесіндегі жерден басқа барлық планеталардың атауы ежелгі антика дәуіріндегі құдайлардың құрметіне қойылған. Алайда ғалымдардың айтуы бойынша сол уақыттары біздің жеріміз шеңбер тәрізді болмаған, ол сопақша болған. Қазірдің өзінде де жердің пішіні шар тәрізді емес. Мұндай атау ғылыми пәтуа болып табылады. Ал шын мәнінде жердің пішіні жалпақ болып келеді. Достар, жердің пайда болғаннан бастап қазіргі кезге дейін қалай өзгергенін көрдіңіздер. Енді тағы қалай өзгеретінін комментарияға жаза кетіңіздер. Ендеше сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы және мен Райымқұл Абдынұрхамит, сау болыңыздар.